Барлығына сәлем достар. Бүгінгі видеода шынайы өмірден алынған «Невидимая сторона» фильміне шолу жасаймын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпайық. Фильмнің алғашқы кадрлары басты кейіпкер Майкл Оркты көрсетеді. Ол өзін шаршаңқы әрі еңсесі түсіңкі күйде келе жатыр. Келесі кадрда ол жұмысқа алушымен әңгімелесуде. Бұл әйел жігітке көмек бергісі келгенімен Майкл біртүрлі келіспей артқа тартуда. Бұл сәтті фильмнің соңына қалдырайық. Әрі қарай Майкл көлік ішінде келе жатыр. Терезеден үңілгенде өзіне үйреншіксіз бай үйлерді көреді. Және сол үйлердегі бақытты адамдарға қарап қызығады. Бұл қылығының себебі өзінің жергілікті жеріндегі атыс шабыс өмірге үйреніп қалғандығы. Мектептің бапкеріне келіп тұрған мына жігіт Майклдың әкесінің досы үлкен Тони. Ол Майклға анда-санда көмек көрсетіп тұрады. Жаттықтырушымен сөйлесіп, оған Майклдың қайғылы өмірін қозғап, әкесінің жоғалып кеткендігін, ал анасынан айырылып наркомандардың қолына түскен оқиғаларын сөз етіп, соңында Майклды мектепке қабылдауын ұсынады. Бастапқыда бұған күмәнмен қараған бапкер, кейіннен Майклдың себетке доп лақтырғанын көріп, оның ойынан таңырқай қарады. Ол оны мектептің командасына алуды қалайды, және осы ұсыныспен ұстаздар арасындағы жиналыста ақылдасады. Көптеген ұстаздар бұл идеяны құптамай кері тартады. Ал бапкер өзінің сөзін соңына дейін қорғап, Майкл өзінің туып өскен ортасында қарамастан жақсы білімге құштарланатынын айтып қояды. Мектептегі алғашқы жылдың бірінші күнінде ол келген сыныптың ұстазы оқушыларына өткен жылғы тапсырмаларды тест ретінде береді. Сабақ біткен соң Майкл бос парақты беріп, сыныптан көңілсіз күйде кете береді. Әкесінің досы Тони Майклға жағдай жасай алмайтындығын айтып, кетуін өтінеді. Осыдан соң ол қайта қамқоршысыз қалады. Бір күні мектептегі қызының ойынын бақылауға Туйлар отбасы келеді. Олар Майклды ең алғашқы трибунадағы қоқыстарды жинаушы ретінде көреді. Кейіннен Майкл аулада Туйлар отбасының кіші ұлымен әңгімелесіп кетеді. Майклдың езуіне біраз уақыттан кейін күлкі келген еді. Бірақ ол да ұзаққа апармай, әкесінің қаза болғандығын естиді. Мұғалімдер жиналысында Майклдың ұстазы оны оқуға икемі бар екендігін, алайда ол ойын қағазға жазып жеткізе алмайтындығын айтып, оны қорғаштайды. Кешкісін Туйлар жанұясы жолда келе жатып, аспаннан шелектеп құйып тұрған жаңбырдың астында келе жатқан Майклды көреді. Оның барар жері жоқтығын білген соң, Эндли оны үйіне түнеп шығуға шақырады. Оған жылы төсек салып жақсы қарсы алады. Таңертеңгілік таңғы аста оны барлығы жақсы сөйлесіп, Майклға қамқорлық танытады. Майкл өмірінде бірінші рет бөгде адамдардың қамқорлығын сезінген еді. Кейін Эндли оның ауыстыратын киімі жоқтығын біліп, дүкенге алып барады. Кешкісін Эндли Майклға біраз уақытқа дейін қалуға рұқсат етіп, бөлме береді. Жігіт шексіз бақытқа бөленеді. Осыдан кейін Майклдың оқу үлгерімі де жақсарып, оны регби ойынына жібереді. Осы атап өтпекке үйдегілермен мейрамханаға барғанда, ол өзінің 9 жыл көрмеген бауырын кезіктіреді. Оның регбиден алғашқы жаттығуын көруге толық жан ұясы келеді. Жаттықтырушы да оған үлкен сенім артады. Бірақ Майкл ойынды түсінбей матч бойы сандалып, нашар көрінеді. Кейін оның жанұясының кіші баласы жаттықтырады. Эндли Майклдың құжаттары жоқтығын байқап, оларды жасату жұмыстарына кіріседі. Осы істің барысында ол Майклдың қайғылы өмірімен танысады және есірткімен айналысқан анасына барады. Оның анасы қиын жағдайда екенін көреді. Кейіннен барлық құжаттарды жасатып Майклды риза етеді. Оған права беріп, машина сыйлайды. Кіші ұлымен Майкл жаттығуларын жалғастыруда. Бірде екеуі көлікті жоғары жылдамдықпен жүргізіп, жол апатына ұшырайды. Екеуі де жарақат алады. Алайда Эндли Майклды кінәлі санамайды, және оның кіші баласын қорғап қалған кезде жарақатын байқайды. Майклдың регбидағы алғашқы маусымында кезінде оны мазақтаумен нәсілі бойынша шектеулер қойылды. Бастапқыда нашар ойнағанмен, кейіннен голдарды топырлатты. Осылайша ол көптеген командаларды қаратады. Туйлар отбасы Майклға университетке түсу үшін репетитор жалдайды. Кейіннен үйлеріне клубтар басшылары келе бастайды. Одан соң оның таңдауы бір универге түсіп, жақсы көрініп, онда аттестат алады.
Кадр фильмнің бастапқы бөлігіне келеді. Майкл жігітпен жұмыс барысында сөйлесіп, тойлар отбасының осы уақытқа дейін жасаған істері тек өз пайдалары үшін деп айтады. Майкл оған келіспейді, ашуланып кетіп қалады. Кейіннен бұрынғы достарына барады. Онда ол өзінің жаңа отбасы жайлы айтқанда, олар күліп, олар жайлы жаман сөздер айта бастайды. Өз жанұясын жамандағанына шынабаған Майк оларды ұрып кетеді. Кейіннен ол жалғыз қалып отырғанда, оны Энли табады. Екеуі жан сырын ақтарып әңгімелесіп, бір шешімге келеді. Келесі күні Майк әлеуметтік қызметтерге келіп, өз жанұясымен қалатындығын айтып кетеді. Ол универге қайта оралып, отбасымен жылы шырайда қоштасады. Анасы да оған жақсы сөздер айтады.